қазір байқайсыздар ма, мынандай нәрселер көп болып жатыр бізде. Мысалы үшін жаңағы қойдың, ойбай не болды? Қойдың үстінен Алла шықты деген жазу шықты дейді. Біреулер айтты, ойбай жұмыртқада Алла деген жазу, қауында Алла деген жазу шықты, ойбай аспанда Алла деген жазу жазыпты. Ойбай пиязды бөліп қалсақ ішінен Алла деген жазу шықты. Сөйтіп не дейді артынан? Өле Алланың құдіреті, Алланың құдіреті деп ше. Осылай біз анау не дейді? Шынымен, бізді керек емес нәрселермен айналыстырып қойғанда. Біреулер айтады, ойбай, ана біреу қыз, ол негіз болмаған нәрселер. Бұның бәрі анау, не? Фотомонтаж дей ма, фотошоп па? Сондай нәрселермен істейтін нәрселер. Ана біреуді айтады, ойбай, ана қыз Құранды өртеген екен, тышқанға айналып кетті дей ма, бір бәлеге айналып кетті. Бірақ кім көріпті десең, білмеймін дейді, бірақ анау көріпті. Сен көрдің ба? Жоқ, көрген жоқ, біреу көрген болып шығады дейді. Сонда не айтып жатыр қарсаңшы? Алланың құдіретін. Бізде Алланың құдіретін ше, сол бір ана мысалы қарайды да дарбызда Алла дейді. Алланың құдіретін сол жақтардан көрмекші. Бізге адамдарға Алланың құдіретін осылай түсіндірмекші да, қарасай Алланың құдіреті, Алла деген жазу. Одан басқа сен Алланың құдіретін сонда біле алмай жатсың ба? Әшейін табиғатқа қарада Алланың құдіретін біле берсей, шынымен мұсылманбыз ғой, Құранды ашта оқы, Алланың құдіреті жетеді ғой сол жерде. Бізге қазекеңдер, біз шынайы мұсылмандармыз біздер, әлмисақтан бері. Біздерге Алланың құдіретін білу үшін обязательно қойдың үстінде Алла деген жазу шығу шарт емес қой. Біз и так білеміз Алланың құдіреті бар екенін да. Енді ана Құранды мазақ қылғандардың мынау дүниеде тышқанға айналып кетті деген далбаса ол әңгімелер ше. Оның ақыретте азабы қандай болатынын бізге ескерткен ғой. Құранды мойындамаған адам, пайғамбар саллаллаху алейхи қарсы шыққандардың жағдайлары қандай болғаны белгілі ғой. Өзі бұл не істейді? Жаңағы айналып келгенде интернет жұмыс істеп жатыр. Ойбай, помидор дейді Алламен. Болды, анау анаған таратады, мынау мынаған. Өле Алланың құдіреті. Сіз не оған дейін Алланың құдіреті бар екенін білмеп пе едіңіз не сонда? Алланың құдіреті шексіз ғой. Сен өзіңе просто бір денеңе қарап шықшы. Өзіңе айнаға қарап отыр да, сен қандай жаратылысың, сен қарап шықшы. Алланың құдіретін көре аласың. Егер шынымен сондай көзің бар болатын болса. Қажет емес анау. Бір нәрседен, әйтеуір бір нәрселерден ше, Алланың құдіретін әр жерден іздеп жүру. Просто аспанға қараңыз, бұлт жайлайтын, бұлт. Бір кішкентай бұлт бар ғой, 300 тоннаға шейін су алып жүреді. Алланың құдіреті оны тамшылап, майдалап тастап атқан кім? 300 тоннаны дейді тастайсаңыз, лепешка боласың ғой, оны алып келіп, жайлап, өлшеп тастап, артығын қайттан алып кетіп атқан кім? Осыған ойлануға болар еді Алланың құдіретін білу үшін. Мысалы, шында бұл әшін бірақ мысал.